Ассалаумағалейкум баршаңызға, менің атым Ертай. Бүгінгі видеода мен осы мынадай форма тұр бізде. Біз осыны видео барысында CSS арқылы әдемілеп өзгертетін боламыз. Яғни бұл тіркелуге арналған сайттағы форманың шаблоны деп қарастыра аламыз. Мен каналымда тәжірибеге негізделген осындай видеолар өте аз. Сондықтан бүгінгі видео, егер сіз HTML және CSS-ті мен туралы менің курстарымда қараған болсаңыз, онда бұл сабақты қиналмай қарай берсеңіз болады. Ал егер қарамаған болсаңыз, онда міндетті түрде бірінші соны қарауды ұсынамын. Енді біз кодқа оралайық. Мен әдеттегідей осындай файл ашып қойдым. Мына жерде бізде осындай форма тұр. Бұл жерде енді түсініксіз ештеңе жоқ. HTML курсында біз бұның бәрін жеке-жеке қарастырған болатынбыз. Бұл жерде біз әрине жұмысты бастау үшін бірінші не істейміз? Бірінші әрине CSS файлды, яғни стильдер сақталатын файлды қосуымыз керек. Ол үшін мен енді сіз қандай редактор қолданасыз, сол жерден жаңадан файл қосасыз. Әдеттегідей мен енді файлдың атын мына жерде app.css деймін. Және біздің бүкіл стильдер осының ішінде сақталады. Енді бұны біз HTML құжатқа қосуымыз керек. Бұны қалай қосу жағын мен осы CSS курсында айтқан болатынмын. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Link.rel. Міне осылай CSS файлды біз қостық. Енді бұның дұрыс жұмыс жасап тұрғанына біз көз жеткізу үшін енді әркім қолданатын өздерінің трюктері бар. Мен мынандайды қолданамын. Қазір мен background деймін. Мына жерге background, мысалға red. Осылай қостым. Енді мына жерде жаңалаған кезде бәрі қып-қызыл болып кетті. Яғни CSS файлдар өте сондай сәтті қосылды деген сөз. Енді біз әрі қарай жалғастырайық. Бұл жерде біз бірінші не істеуіміз керек? Дәл осы бір-бірінің астына түсіруіміз керек. Мынаны осының бір-бірінің астына. Әрине HTML арқылы жасауға болады. Біз CSS арқылы жасап көрейік. Осыны жеке-жеке астына түсіреміз. Мынау және мынау ортада тұру керек. Ол үшін мен оны істеу оңай болу үшін мына жерде div классқа алып қойдым. Біз осымен жұмыс жасаймыз. Енді біз мынаны кетіріп бастайық. Бізге бұның мүлде қажеті жоқ. Енді мына жерде бізде класс тұр. Осы класспен жұмыс жасаймыз. Sign up form. Енді мынаны ортаға келтіру үшін мынадай қарапайым ғана трюкті қолдансаңыз болады. Margin 0 и auto. Енді бұндай жағдайда сізге ортаға келмейді. Себебі мынаның көлемі жоқ. Қазір бұл бүкіл көлемді алып тұр. Ол үшін мынаған жеке, яғни бұл div классқа жеке көлем беруіміз керек. Мысалға былайынша 500 пиксел және төменнен бір 600 пикселді болайық. Және көрейік. Міне дәл осылай. Енді бұл дегеніміз мынадай. Қазір көрейік. Мына жерде фонына жеке түс қояйық. Бұны сәл түсінікті болу үшін немесе жай ғана көлеңке қоюымызға болады. Енді көлеңке қою үшін box shadow деген қолданылады. 0,03 пиксел және көлеңкенің түсі қара. Осылай. Және жаңалаймыз мына жерде. Міне дәл осындай көлеңке шықты. Енді мынау дым ұзындау, бізге оның қажеті жоқ. Яғни мен 600 деп дым ұзақ жазып жібердім. 400 деп жазсақ жетеді. Міне осылай. Енді бізде бұл форма дәл ортада тұр. Дегенмен мынаны біз жеке-жеке астасына түсіруіміз керек. Ол үшін біз мынандай қарапайым ғана трюкті қолдансақ болады. Мына форманың ішіндегі бүкіл input деп аталатын жолақтарды негізгі типін дисплейге өзгертеміз. Яғни form және input. Немесе жай ғана input деп жаза қояйық. Input display block. Міне дәл осылай кете береді. Енді бізге керегі мына бүкіл жолақтар дәл осылай максимал түрде ұзын болғаны керек. Енді оны жасау өте оңай. Жай ғана осы display блоктан кейін біз 100%. Яғни 100% дегеніміз бұл экранның көлемі қандай, соған дейін максималды түрде бұл тартылады деген сөз. Қазір көрейік. Міне дәл осылай. Енді бұны біз әдемілеуді бастайық. Бізге бірінші керегі мына жерге дым қатты тақалып кетті. Оны бізге жасаудың керегі жоқ. Сондықтан біз былай істейміз. Мына жерде sign up form деген бар. Енді бұл жерде padding деген бар. Енді padding дегенді біз
CSS курсында қарастырдық. Бұл ішіндегі элементтің бәрін 30 пикселге ішіне қарай ысырат деген сөз. Бұлай және бұлай көрейік. Міне дәл осылай. Яғни мына жақтан 30, мына жақтан 30 осылай ысыра береді. Енді бізге керегі бірінші осы жолақтарды жеке әдемілеп шығуымыз керек. Оны істеудің ең қарапайым жолдарының бірі ол осыған жеке класс немесе идентификатор берейін. Енді оны жасаудың жолдары көп өте. Ең қарапайым жолы осылай идентификатор беру. Менің өзім қолданатын және көптеген тәжірибелі жұмыстарда осылай қолданылады. Мына жерге form input деп жазайық жарайды. Кластың аты form input және оны көшіремін де мына жерде құпия сөз деген жерге де қоямын. Және астына түсемізде form input. Бізге сәл әдемі болу керек. Бұл жерде енді ештеңе өзгермейді. Бізге бұл CSS-ті жазайық. Яғни бұл жерде бізде идея бойынша мен мынандай қылып ойластырдым. Мына жерде сыртқы жолақтары, сызықтары қызыл болады және осылай көлемі үлкендеу болады. Солай жасап көрейік. Енді сыртқы сызығын өзгерту үшін бізге border деген керек. Border 2 пиксел және solid и қызыл түс. C00 немесе red деп жаза салсаңыз болады. Әдетте бұл осындай код түрінде жазған әлдеқайда тиімдірек. Міне дәл осылай. Енді бұның да іші бір-біріне жақындап кетті, сондықтан бұған да осылай padding деп қолдансақ болады. Padding 10 пиксел. Міне дәл осылай. Осылай жеке қосуымызға болады. Енді бұл жерде бір-бірінің арасын жеке алшақтатуымыз керек. Ол үшін мен мына жерде form input деген жерге margin bottom дегенді қосам. Margin bottom и 10 пиксел. Бұл дегеніміз қалай жұмыс жасайтын қазір айтам. Margin bottom деген сөз мына жердегі элемент алады да, мынаның астына 30 пиксел ысырат. Міне былай. Мына жерден былай ысырат. Мынау болса, мынаны былай 30 пикселге ысырат деген сөз. Енді бұл жерде бізге керегі енді батырманы өзгерту. Батырманы өзгерту үшін бұл батырманың түсі қызыл болады. Қызыл қылып өзгертейік. Негізгі түсін ол үшін мына жерге жеке класс бекітейік. Тағы да класс btn деп мысалға. Мен btn деп жазам. Және фонның түсі background, яғни фонның түсін белгілеу үшін қызыл болады, қып-қызыл түс. Және color жазудың түсі ақ болады. FFF деп белгіленеді, ақ деген түс. Және жаңалық көрейік. Міне дәл осылай. Енді мына жердегі сызықтардың бізге мүлде қажеті жоқ. Сондықтан сызықтарды былай кетірейік. Border none. Міне дәл осылай. Енді бізге керегі мына жерде мынаның көлемін сәл үлкейтіп қарайық, батырманың көлемін. Ол үшін қарапайым түрде his дегенді қолдансақ болады енді. Яғни бұл төменіне қарай ұзындығы 30 пиксел немесе 45 пикселді алайық. Орташа міне дәл осылай. Және үлкейтіп қарайық. Міне дәл осылай кетті. Енді бізге осылардың ішіндегі әріптің, яғни ішінде сөздердің көлемін үлкейтуіміз керек. Бұл енді шыны керек көзге қатты бұлай ыңғайлы емес, тіпті өте нашар көретіндігі тіпті көрінмей қалады. Сондықтан үлкейтейік. Қарапайым түрде осы input'тың ішіне font size 18 пиксел деп жазып көрейік. Яғни input деген сөз мына жердегі мынаған әсер етеді. Мынау input. Яғни input деп отырса, демек мынаның үшеуіне де әсер етеді деген сөз бұл. Міне осылай. Енді мына жердегі ішіндегі шрифтісін өзгертейік. Бұл шрифтті енді қатты ыңғайлы емес көзге, сондықтан font family дегенді қолданамыз. Font family, яғни бұл шрифтіні өзгертеді. Есіңізде болса, өзіңіз қалаған шрифтіңізді жазсаңыз болады. Мына жерге Times New Roman немесе сол секілді шрифтлер бар, бірақ ол вебте қолданылмайды. Немесе Ubuntu деген шрифт бар, мысалға өте сондай керемет. Мен осы шрифтті қолданамын, сондықтан осын жаздым. Міне дәл осылай. Енді бұл жерде мәселе мынадай болып тұр. Мына жерге қатты ысырып жібердік. Міне көріп отырғаныңыздай. Бұның бізге мүлде қажеті жоқ. Сондықтан не істейміз? Енді бұны шешудің өте көптеген тәсілдері бар. Бізге қарапайым түрде шешудің тәсілі керек. Сондықтан біз былай істейміз. Бұл қашан пайда болды? Бұны біз еске түсірейік. Бұл алдында padding дегенді қосқан кезде пайда болды.
Яғни мына жерде біз формаға padding қостық. Осыны алып тастайтын болсақ, қазір міне дәл осылай болады. Сондықтан бізге керегі, біз былай істеуіміз керек. Енді paddingті пока бұл жерде қолданбайық та, мынаның жеке өзінің көлемін берейік. Жеке өзіне көлем беріп қарайық та. Жеке өзіне көлем беруге болады. Яғни his арқылы немесе жай ғана екі жақтың ғана paddingін өсіруге болады. Ол үшін, яғни мен өзім айтқан тәжірибе жүзінде көрсетейін. Просто біз былай жазамыз text origin, яғни біз текстті ортаңғы бөлікке қояйық осы жерде. Міне дәл осылай. Бізге мына жақ пен мына жақтан ысырудың қажеті жоқ. Тек қана жоғары бөлік пен төменгі жағынан ысырамыз. Ол үшін paddingте былай жазуға болады. Padding top 30 пиксель, және 30 деген дым үлкен, 5 пиксель, және padding bottom 5 пиксель. Және көреміз, міне дәл осылай. Енді осылай өзіңіз өзгертіп қарасаңыз болады. Енді әрі қарай бізге керегі мынаның көлемі дым үлкендеу. Әрине қосымша жолақтар қосатын болсаңыз, әрі қарай қоса берсеңіз болады. Мысал алатын болсақ, қазір мен мына жолақтар санын көбейтіп қарайын. Әдетте тіркелетін жолақтар саны ол сайттарда көп болады, 3 жолақ, 4 жолақ. Мысалға біз электронды почта, аты жөні, парольді қайталап жаз, анау-мынау деген секілді осылай жазыла береді. Міне дәл осылай. Енді мына жерден шығып кетіп жатыр, сондықтан бізге мынадай керек. Sign up form дейміз, и бұны автоға қоямыз. Автоматически. Бұл дегеніміз мынадай. Міне дәл осылай. Қазір мен егер мынаны қысқартатын болсам, қазір міне дәл осылай болып қалады. Яғни бізге өте ыңғайлы. Енді жоғары бөліктен сәл ысыру керек. Бізге оны ысырудың ең оңай жолы мына жерде просто 0 деген жерден бір 50 немесе 30 пиксель деп жазып көрейік. Сол кезде міне ысырылады. Әдетте төмен қарай, әрине әрі қарай ысыра берсеңіз болады. Енді бұл жерде кішкене шағын ғана дүниелерді өзгертейік. Енді мысалға мына жерде сақтау деген батырманы басқан кезде мына мышканың енді қолдың суреті негізі пайда болу керек, бірақ ол олай болған жоқ. Ол үшін біз не істейміз? Ол CSS арқылы өзгертіледі. CSS арқылы сіз мына мышкадан қазір қарапайым түрде міне көріп отырғандарыңыздай осылай болып тұр. Мынаны мысалы қолдікіне немесе басқа эффектілерге өзгертсеңіз болады. Оны CSS туралы продвинутый, ол енді қиын, жаңадан бастаушыларға арналмаған. Соны өзіңіз қарап алсаңыз болады. Бізге ең керек ол қарапайым түрде мына btn деген жерге курсор дейміз, курсор pointer. Міне курсор pointer. Pointer дегеніміз мынадай. Қазір апарған кезде міне осылай болады. Яғни адам апарған кезде түсінікті. Бұл яғни сілтеме, яғни бірдеңені жібереді деген сөзді. Енді қосымша жеке артындағы көлеңкесін өзгертіп қарасаңыз болады. Мысалға мына жерден алайық, біз көлеңкені мына жерде 0,03 пиксель дедік. Бұны сіз 5-ке өзгертсеңіз болады мысалға. Міне дәл осылай. Бізде енді нәтижесінде осындай керемет тіркелуге арналған шаблон шықты. Егер енді сұрақтар туындаған болатын болса, онда осы видеоның астына жазып қалдырсаңыздар болады. Бүгінше осымен видеоны аяқтаймын. Келесі видео сабақтарда кездескенше.